Әлем әулиесі болам дей ме? Мен және сарбаз жіберіп үттеп алайын оны. Тақсыр, ашуыңызға сабыр. Тинамдай маймыл ниетіндірар. Қарт уәзіріңіз ше болғанда, оған әлем әулиесі деген құрғақ шен беріп, тыныштандыру әмірін түсіргеніңіз жөн болар еді. Тақсыр, неге сөйтуге болмасын? Уәзіріңіздің ойы, оны шені бар, жем жоқ, аты бар, заты жоқ қойсақ, жақсы тежер едік. Шырғалаңда шықпас еді. Солай ма? Қаруасынан өткізіңдер! Әлем әулиесі! Әлем әулиесі, әулием. Шолпан Бекзат, бұл жолы рақайласуға келдіңіз бе, әлде қарыз қуып келдіңіз бе? Жоқ, олай демеңіз. Бұрынғы әлек түгелдей аспан әмір сардары Лекеңнің қосын жіберген тәуекелшілігінен болды. Маған қатысты демегейсіз. Енді бұл жолы аспан тәңірінің жарлығы бойынша соғысты тоқтатқалы, өзіңізді аспан ордасына шақыртқан пәрменді жеткізе келдім. Тағы да желтек бапкері болуға барама! Жоқ. Пақырыңыз бүгін аспан тәңірінің ойы бойынша өзіңізді ғарышқа шығып, шені дөкөй әлем әулиесі боп тағайындалуға шақыра келдім. Ей, алдаушы болма, Әулиеке, мүлде алаңсыз болыңыз. Маған еріп жүріңіз. Әулием, егер таға қатты көрілсе, пақырыңызды қалауыңызша кінәлай беріңіз. Шолпан Уәзір Бекзаданың кепілдігіне көп рахмет. Қанеки. Әулиеке, өзіңізден. Қараңызшы, мынау тәңірдің ерекше әмірмен өзіңізге жасатқан әлем әулиесіндік билік ордаңыз. Бүгін аспан сарайында өзіңіздің тәжіңізға алтын шытыра қадау, қасиетті шарабы ұсыну салты болады. Әулиеке, бұл мәнсәп бек салтанатты да абыройлы болды деймін. Шолпан Бекзат, сіздің көтермелеуіңізбен әзір сүкеңнің аспанға да ордалы билігі орнады ғой. Жүр, қанеки. Тақсыр, әлгі әлем әулиесі әр күні бекершіліктен сенделіп, аспан ардагерлермен достасып, үлкен кіші демей, бірін аға, бірін іні, бірін дос деп дүркіретіп жүр. Тақсыр, ол бүйтіп кете берсе, бекершіліктен пәле шығарыр ма екен? Дереу суыңқыңды шақырып,
Бүйрек шаптал бақшасын басқаратындығын жарияла. Сонда ол бекер жүріп, сойқан шығармас болады. Хоп! Бүйрек шаптал бақшасы. Кең байтал жатыр ғой тек. Әлем әулиесі ау, бүйрек шаптал бағына келуге қайтып тұрса шығардыңыз. Мен аспан тәңір бүйрек шаптал бақшасын басқаруға жібергендіктен көзден кешіріп жүрмін. Ал өзің не қылған жансың, Мен осы бақтың әмбиесімін. Әулиеке әмірмен келген болсаңыз, қанеки көзден кешіріп ұлысыңыз. Төтен. Бұл бақта жалпы 3600 түп шаптыл бар. Мына алдыңыздағы 1200 түп шаптыл 3000 жылда бір пысады. Жеген адамның денсаулығы деген бай толсады. Қараңызшы, әулиеке. Ой, әулиеке, қараңызшы. Мына ортадағы 1200 түп болса 6000 жылда бір пысады. Ой, әулием ау, қараңызшы. Оны жеген адам мәңгі жасай береді. Мәңгі жасай беремін? Иә. Ой, әулиеке деймін. Бері, тез бергеніңіз. Мына арт жақтағы 1200 түп шаптыл 9000 жылда бір пысады. Оны адам десе бар ғой, әулием. Жер жиһанмен оқсас өміршін болады. Жер жиһанмен бірдей ұзақ жасайды? Алмат соқтыға болмайды. Сүкеңді ұйқымен кетіп барады. Сен бақтың сыртынан күзетіп тұр. Мен біраз тынығып алайын. Болады. Пақырыңыз шығып кетсін.
Рахметіңіздер. Рахметіңіздер. Игі перизаттар. Қандай ұйымтаймен қош келдіңіздер. Бүгін Шаптолбақта кездесу қонағасы өтеді. Мен Таңыр ханымның әмірімен Шаптол үзгелі келдім. Перизаттар, бәлкім білмессіздер. Аспан Таңыры әлем әулиесін осы бақты сырттай басқаруға жіберіпті. Демек, оған мәлім дегенде ғана баққа кіре аласыздар. Ендеше, ол әлем әулиесі қайда? Әулие-көу! Әлем әулиесі! Әулие-көу! Әлем әулиесі! Әулием! Әулием-ау! Әлем әулиесі-ау! Әулие-көу! Әлем әулиесі-ау! Әулием! Өй! Әлем әулиесінің киімі ғой мынау. Өзі қайда? Апырау. Сіңірлерім, біз оны бөлініп іздейік. Дұрыс, дұрыс. Әулиеке! Әулием-ау! Әлем әулиесі-ау! Әлем әулиесі! Жоқ қой. Жоқ қой, ақыл. Бар ма? Таба алмай жүрміз. Әлем әулиесі табылмаса, біз әзірше Шаптолды үзе берейік. Ой, өйтуге болмайды. Шаптол өзіңі нұқсан жет Таңыр ханым кіналаса, сен мойнымен көтересің бе? Перизатжан, ренжімеңіз, ашуыңызды басыңыз. Немесе Шаптолды алдын ала үзе беріңіздер. Әулием оралғанда мен оған мәлімдеп қоярым. Сіңірлер қане, Шаптол үзелік. Мына бір шыққан қызыл Шаптолды қарашы. Мен іздейін. Мен іздейін. Ой! Әулием, бүгін Таңыр ханым Шаптолбақта кездесу қонағасын өткізбек еді. Біз әмір бойынша Шаптол үзіп апарғалы жатырмыз. Айтшы маған, Таңыр ханымның қонағасы әзірлеп шақыратын кім екен, а? Будда бабасы Сакьямуни мен 500 соп екен. Хатшы Бұрхан мен Туатылды Бұрхан бар. Бақ жұлдызы, мәнсап жұлдызы, құмыр жұлдызы бекзаттар бар. Және жылмамаш бір бар. Тағы дәрігер ағзам бар. Жалаң аяқ бір бар. Әр саланың әулиесі түгел бар. Арсалан әулиесі түгел? Ой, әлем әулиесі болған меш? Ондай әулиені естімеппіз. Сендер Шаптолды үзе беріңдер. Әлем әулиесі дегені не? Ой, бір парақ маймыл екен. Тинандай желтияқ бапкер. Өзінше Шаптол қонағасына бармақмыш. Hey! Жалаң аяқтар, сен қайда барасың? Таңыр ханым ұсыныс етіпті. Бүйрек Шаптол қонағасына барақ.
саланың әулиелерін шақыруды маған тапсырған еді. Аспан тәңірі бәріңмен әуелі жарық сарайда дейді араласпақ. Қонағасыға кейін бірлікте кіреміз деді. Бұрын ылғи қиыр көлде дидарласар еді ғой. Нағып. Пірім, сен білмепсің. Биыл ереже салтты өзгертті ғой. Оғындырғаныңызға рахмет. Шумек болып кеткен.
Осынша жаңа жеріміз бөлімен көңім қырғала кетеді. Балалардың таңсығы үшін татып көруіне тарқатайын. Сардардың ордасы. Ақыл мен қарт ханзаттың жасатқыштары қортатын үйіне келіп қалғам. Есігіңді аш! Аш есігіңді! Бұл шал қайда кеткен, Бақшаның тәуір шаптолдарының бәрін әлем әулиесі жеп құртыпты. Не дейді? Ханым, сойқан шықты.
Қазір әлгі маймыл ұсынысты бұрмалап айтып, мен алдап жарық сарайға жіберді. Бұл сөзсіз оның шаптыл баққан ағасын білдіру құрынған емес пе? Мағыз оңбағандық қой. Тыңдар ақыл кекіл. Ойбай-ау, жасартқыштарым қайда? Жүрек жұтқан маймыл, бүйрек шаптыл қонағасысын бүлдіріп, жасартқыштарды жәндірлап, кешірімсіз қылмас бұл. Егең, бармын, әмірімді оқ. Дереу 100 000 сарбазды аспаннан торлай түсіріп, албасты маймылды қот. Қот!
маймылды 100 мың аспан сарбазының бойсұндыруда қиын болды. Бұл. Төрелерім-ау, енді қайсы жеңімпаз бұл соғысқа көмекке барады? Шапағатшы Бұрханы келді. Кіруге мархабат. Қақыр мүретіңіз бір адам көрсетсін. Қайсысын айтпақсыз? Гуандиян құлды қорғайтын, екінші делдар сардарды айтам. Мағытқана сөзсіз сиқырға кіріп тұрған әлгі маймыл ғой. Қалқандаймын. Шараға келіңдер. Хоп. Durmasa келіңдер. Хоп. Міне. Қарызғаттарды көруге береді. Атай, мұнда сіз көретін қыруар қаттар бар. Тексерсе көріңізші. Міне көріңіз. Міне. Менде мұнда тағы бар. Аулақ. Тезірек оқыңдар. Құп. Мынау жау шаңырағының ұл тілеген өтініші. Мынау шен шаңырағының кетке дауа тілеген арызы. Мынау және сүн шаңырағының қағы мынау тұрмыстан қысылып. Екінші дегдар сардары. Бұтқаның алдағы жамаған таң болды. Албасы маймыл, қайда қашпақсың?
Қандай қалба? Бұл нендей нәрсе? Алмас шеңбер. Оттан судан қорқпай жан-жануарды жайпап өзімді қорғар керемет. Онда тез қант. Мақұл. Körlerimiz taqsir. Törelerim turunglar. Rahmet taqsir. Dört taqsir. Mine albastı maymunu şarkı tağın qaydap geldik. Şap. 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 Albastı maymunu örttü. Аспан таңыршалым, барлық айда тәсіліміз түгел істетіп қал. Albastı maymunu jasınmen жайра. Тақсыр, бұл маймыл бүйрек шаптырмен жасаққыш дәрді жегендіктен өне бойы алмасқа айналған. Сондықтан 8 ғаламаттың пешіне салып, бірде бәсен, бірде жалынды отпен 49 күн өртіп, күлге айландыру керек. Қабылған ақыл. алда қашан күл болған шығар-ау. Бұл албасты маймыл бүйрек шаптолмен жасартқыш дәрін ұрлап жеп, өзіне өзі қылды. Өлең қақсын. Шанеке, асыл шаттанма. Мен көңілі тірімен. Ойлай түрім, бұл әлі ұқты ғой. Желпі, тез желпі, тез желпі.
аймалайын. Мен сені шардарының көгілдір отымен күйдірейін. Балақай, ілес маған. Уақыт болды. Ешқашай. Қымбатты көрермендер, бұл сериалдың уағында тезірек жаңалануын қаласаңыз, күнделікті әр сериалдың балағындағы Зайкан деген екі әріпті түртіп отырыңыз. Және соның астындағы суретті жарнаманы баса кетіңіз. Күнделікті сіз осылай әдетке айландырып, бізді қолдап отырсаңыздар, біз де сіздер үшін ешқашанда шаршап қалмаймыз. Қанекей, қолдау сізден, киноны жолдау бізден.